Жақсы болса, төрге сөйлейді, жаман болса, көрге сөйлейді деген. Саламатсыздар ма? Эфирде еркек бақыты бағдарламасы. Әйелінен ләззат емес, зардап шеккен Қуатжан мырза бүгін бізде эфирде қонақта. Қалай болды, не болды, мән-жайды ашып айтып берсеңіз. Мен әйелімен тұрмаймын. Неге? Тұра алмайды екем. Қалай? Жарамайды ол. Неге, не болып қалды? Мәселе мән-жайын ашып айтсаңыз кішкене. Енді мен отау құрғанымызға 25 жыл болды. 25 жыл? Бір-бірімізді түсінсамай келатыр. Қалай түсінсамай келесіздер? Мен түсініп отқан жоқпын сіздер. Сен есімің кім? Ләйләбек. Леха. Менің әйелім Қытай. Қытай? Иә. Маған қытайша сөйлейді. Мен қалай түсінемін оны? Мен орысша да түсінбеймін ғой. Қалай танысып жүрсіз, қалай үйленіп жүрсіз, сол қызық болып тұр маған, қалай? Енді қыз кезінде танысқам. Көшеде кетіп бара жатыр еді. Сонымен ана бір ауыр зат бар екен қолында, барып көмектесе салайын деп, барып алып кішкене ары жеткізіп беріп ем, шеше деді. Сөйттім де, мына өзіміздің оңтүстіктің қыз екен ғой, Шымкенттің қыз екен ғой дедім да, сол скороспен алып қашып кеттім. Сосын? Сөйтіп жолда ашам-ашам бір бәлелер айтып атқан общем. Мен жылап жатыр екен деп ойладым. Сөйттім да үйге алып келдім. Үйге алып келіп, жаңағы мән-жайды түсіндіріп, үйдегілерден сұрасам, сөйтсем ол шеше деп рахмет айтқан екен ғой маған. Сіз түсінбегенсіз ғой? Түсінбедім де мен оны. Енді қалай болады, енді мәселенің мән-жайын қалай шешесіз енді? Оған кім кінәлі, не түрткі болды ажырасуыңызға? Енді бізде арамызда жалпы 7 бала бар. Бала бар ма? Иә, Құдайға шүкір деп айтып. 7 бала бар ма? 7 бала бар, бірін-біріміз түсінбей. Түсінсек білмеймін қанша бала болатын. 7 бала бар, үлкен балам биыл университет бітіреді. Құдайға шүкір, мынау үйде аудармашы. Мен жұмысқа кеткенде мамасымен қытайша сөйлесіп үйренеді. Мамасы кеткенде мен келем, мен қазақша сөйлеседі. Біздің жанұяда, в общем, международные отношения. Бақыттымын. Бақыттысыз ба? Иә, бірақ ажырасам. Ажырасасыз ба енді? Иә. О, ертең 7 балаңмен қайда тендіреп бармақсың, кім алады сені? Кім алады? Кім түрткі болды негізі? Не түрткі болды ажырасуыңызға? Мәселенің мән-жайын нақты соған тоқталайық. Төреғали. Неге? Еріндері кеседен басқа жерге тимеген. Қазақ қызға үйленем. Төреғали, Төрәлі, жазып қой. Жазып қойдың. Неге? Енді ана жаңағы менің Қытай қатынның ерін тимеген жер жоқ. Қалай? Үйге мышық керек емес, бүкіл тышқан сол жейді. Мен айтқам, ана тарақандарға тиіспе дедім. Тарақандарға тиіспе, қара шаңырақтағы тарақандар дедім. Ертесіне бәрін сүйіп тастапты. Ар күні продуктын сәл кешіктірбем, қуырып атыр оған ше. Болмайды ана, мен тұрамайым мен. Не істейсің енді? Айттым ғой жаңа 7 балаңмен қайда барасың, тентіреп кім алады сен айналайын? Әлімет төлейтін шығар. 7 балаға әлімет төлемейтін шығар енді? Соттатам мен. Мен ағам гаиде істейді. Мен простой деп жүрген шығар. Мен әшейін простой киініп жүре берем. Соттатам мен. Заңға ешкім қайшы келе алмайды. Сен көкпет екенсің, Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын түрмеде демекші. Алтын басты әйелден бақа басты еркек артық деген. Әйелдерді еркектерден көп дейді. Ойбай бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой, әдемілік бізге көптік етпейді. Бірақ еркектерге жетпейді.